1 айға жететін продуктыны алып келдім. 1 ай бойы жұмыс жасап, 1 күнде жаратып келдім. 10 килограмм құмшекер 4000 теңге, 25 килограмм болгарский 2,5 теңге және помидор да 2,5 теңге. Кемпір қауының дәмі вообще ұнаған жоқ. Пияз 70 теңгеден 1 лоток жұмыртқа. Туалетті осы Санфор деген күшті жуады екен, ал мынау Асанбай деген кір жуатын өте нашар екен. Тауықтың қанаты асыққан кезде самсан қамырын ала салдым. Осы простоквашинаның творогы, сметаналары өте ұнайды және натуральный сметана да алды. Осы Брест деген майдың 400 граммы 3000 теңге, бірақ өте қатты ұнайды. Фарш обязательно өткізіп аламын, қалғанын ет. Осындай макарондар ұнайды, ішіне фарш салып дайындасам, балдар енді қатты жақсы көреді, күйеуім де жақсы көреді. Осындай ерекше макарон алдым тағы да. Пицца жасаймын деп колбаса алдым және брынза мен сыр. Сорпаға қосатын әртүрлі приправа және осы апамның шай деген шайды көрейік дедік және йогурт балдарға. Және мына күйеуім жейтін творожник деген құлпынай дәмі хит болып жатқан суши торт істеп көрейін деп осы заттарын алдым. Активия бұнтта күйеуіме және мынандай балдарға салфетка. Кеш келгенде балдарға осындай қуана жейді ғой, осындай рамен, ролтон дегендерін алып қойдым. Бульдак деген түрлері қымбаттау екен, бірақ кашаға манка алдым. 2440 теңгеге 13 штук киви, сельдерей алдым, сосын салат жапырақтары. Брокколи қайнатып жесе өте дәмді болады және осындай цветная капуста. Осы 3 штук авокадода 2000 бір нәрсе теңге болды. Лимон және балдарға осындай 10 шақты банан алдым. Капуста 700 теңгеге осындай 2 бучок редиска алдым. 1850-ден клубника малина алып алдым.